Құрметті көрермен, облыстың бастарнасында Қайырлы Ақтөбе ақпарат саз бағдарламасы тікелей эфирде өз жұмысын жалғастырады. Арнамызға жаңадан қосылған көрермен болса, баршаңызға таң шуақты болсын дейміз. Құрметті көрермен, біздің қонақжай студиямызға жайғасқан кезекті мейманымыз бар. Ендеше таныс болыңыздар. Мұхаммед Уалиев, одан Яр әскери институт кадр бөлімінің бастығы майор. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Таңғы көңіл күй қалай? Керемет. Жалпы енді таныстырып отырайық, өзіңізбен таныстырып кетсеңіз. Мен осы әуе қорғаныс күштері институтының штаб бастығының орынбасары, штабы персонал мен жұмыс бойынша қызметінің бастығы болып келем. Былайша айтқанда кадрлар бөлімі бастығымын әскери институттың. Енді жалпы осы әскери кадр қызметі деп жатырсыз ғой, осы бөлімнің жалпы тарихы туралы қысқаша мәлімет. Негізі кадрлар бөлімі деген баяғыдан келе жатқан ұғым, ол баяғыдан бар Совет өкіметі кезінде де болған. Ал осы Қазақстан Республикасында қорғаныс министрінің 2021 жылы 5 мамырдағы бұйрығымен қарулы күштерде атаулы және кәсіби мерекелерді белгілеу тәртібіне сәйкес осы 23 қараша, осы алдымыздағы жексенбі әскери кадрлар қызметінің күні болып саналады. Жалпы миссиясы қандай бұл мамандық? Енді кадрлар бөлімі деген әр ұйымда болады, азаматтық ұйымдарда да болады, жұмысқа қабылдау адамдарды жұмыстан шығару, заңды түрде келісімшарт создыру, трудовой договор дейді ғой, былайша айтқанда, соларды создыру. Ал біздің әскери ұйымдарда, әскери оқу орындарында, тек қана бізде емес, басқа Алматыдағыда да бұл жерде біз курсанттарды оқуда қабылдауда жұмысын жүргіземіз. Курсанттар оқу бітірген кезде оларға декестерді дайындау, әскери бөлімдерге жұмыстарын жүргіземіз. Енді қазір өзіңіз айтып отырсыз, жалпы осы әскери институт деп. Бұл енді біздің республикамыз бойынша беделі бар институттардың бірі деп айтсақ болады. Енді дәл осы институтта енді біздің көрермендер арасында жалпы осы әскери салаға, оның ішінде осы Ақтөбе қаласындағы институтқа болашақта түскім келеді деген жалпы оқушылар болуы мүмкін. Енді мамандықтарын таныстырып өтсеңіз, жалпы жұмыс мамандық бойынша, яғни оқушыларды, студенттерді қабылдау жұмысымен айналысамын деп қалдыңыз жаңа сөзіңіздің барысында. Қандай негізгі мамандықтар бар? Ұшқыштар мамандығын дайындаймыз, соғышқыштар, сосын ұшақтарды, тікұшақтарды дайындайтын инженерлік мамандықтар бар, әскери медициналық мамандық бар, және әскери теңіз күштерінің мамандықтарын дайындаймыз. Жалпы енді айтып жатырсыз, мамандықтар туралы және студенттерді қабылдаймын деп жатырсыз. Студенттердің оқу процесі сіздер үшін маңызды шығар, өйткені оңай мамандықтардың бірі емес. Ұшқыш болсын, оны ұшқыштар дайындайтын жер болса да, бір оңай мамандықтар емес. Енді осы жөнінде бір курсанттардың дайындық бағдарламасы мен мамандықтары туралы, жалпы дайындық барысы қалай өтеді, курсанттар дайындау барысы? Курсанттар таңертең сабаққа барады. Былайша айтқанда, бұл тек қана студенттер секілді айырмашылық болады курсанттар мен студенттердің арасында. Сол әскери тәртіптің айырмашылығын айтайықшы. Таңғы 6-да тұрады, таңғы жаттығу болады, саппен шығады, саппен таңғы асқа барады. Бәрі бізде күн тәртібіне сәйкес жүргізіледі. Әскери режим. Студенттер секілді қалаған уақытында тамақ ішпейді, былайша айтқанда. Қалаған уақытында кішкене ұйықтап алайын деген ондай болмайды да. Әскери тәртіп таңертең тұрады, сабаққа барады, тамақ ішеді. Бәрі тәртіппен, бәрі бірге барады, бірге келеді. Енді жалпы бұл көбінесе теориялық бағыттарда, енді жалпы белгілі бір білімдерді алуы мүмкін. Енді біз ұшқыштар деп жатырмыз. Енді ұшқыш деген кезде енді ең бірінші әуедегі адамдардың барлығы елестейтін сөз. Жалпы Ақтөбеде қандай практикалық жұмыстар жүргізіледі осы тұста? Айбын аэродромы бар, білесіздер. Сол жерде тікұшақтарда практикалық сабақтар өткізіледі курсанттармен бірге. Ол жерде білікті офицерлеріміз бар, сол кісілер білікті офицерлеріміз курсанттарды тікұшақпен ұшуды, қонуды бәрін өздерінің тәжірибелерін курсанттармен бірге бөліседі. Жалпы енді оқу процесте маңызды деп айтып қалып жатырсыз. Енді осы мысалға үздік оқыған курсант болатын болса, үздік оқуды аяқтады, барлығы ешқандай кемшіліксіз үздік оқыған курсанттың мемлекет басшысының қолынан бір алғашқы офицерлік атақ деген бір дүниелерді ала ма? Ондай тәжірибеде болады. Ол 4 маусым Қазақстан Республикасының рәміздер күніне приурочить етіледі, тұспа-тұс келеді. Бірақ та мен осы әскери институтқа келгелі біздің тәжірибеде ондай болған жоқ, өйткені ұшқыштарды дайындау, және өздеріңіз айтсыздар ғой, қиын деп. Бізде әскери атақ алу, оқу бітіру жүйесі күз уақытында болғандықтан ондай бізде болып көрген жоқ. Алматыдағы радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институты және құрылғы әскерлер әскери институты, Пагран, КНБ, ұлттық қауіпсіздік комитеті академияларында ондай тәжірибелер болып тұрады. 4 маусымда
президентінің қолынан үздік оқығандар алады. Алтын белгі деген түсінік бар ма? Алтын белгі дегенде үздік диплом деген түсінік бар. Ол да былай бәрі 5 болу емес, қазір GPA деген секілді бар ғой. Ол да қорғаныс министрінің бұйрығымен айқындалған. Кемінде 3,5 балдан төмен болмау керек, орта балы. И барлық емтихандарды 5-ке тапсырса, сол кезде 3,5 балдан жоғары болса, үздік дипломын алады. Біз енді жалпы әскерден кейін сарбаздардың сертификат алып, тегін жоғарғы білімге түсу мүмкіндігін жиі көріп жүрміз. Енді жалпы осы жүйе қалай жұмыс жасайды? Ол қорғаныс министрінен, ішкі істер министрінен, ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының бәрінің бірлескен бір бұйрығы бар. Оны ғылым және білім министрімен келісілген бұйрық. Осы бұйрыққа сәйкес әскери тәртібі жақсы болған үлгілі, жауынгерлік дайындықтан өзін жақсы көрсеткен сарбаздар, психологиялық тұрақты, арнайы тексерістерден жақсы өткен сарбаздар, сол кісілердің тізімін біз жоғары жаққа жібереміз. Сөйтіп олар компьютер арқылы сайтқа кіріп емтихан тапсырады. Мысалға, техникалық мамандыққа барғысы келсе, ол физика мен математикадан емтихандар тапсырып, бал алады. Кез келген бір сол балмен жәнегі жауынгерлік дайындықтан қалған бағалары суммируштетіліп, бір бал беріледі оларға. Мысалы, 86-да 5 деген секілді. Сөйтіп, әскери қызмет біткеннен кейін ол кісілерге сертификат беріп, қалаған оқу орнына, сол сертификатпен ол оқу орнына барып, тегін грантында оқи алады. Енді қазіргі таңда институт деп айтып жатырмыз. Осы салаға, осы ұшқыш мамандығына қызығушылық танытатын жастардың белеңі қалай, жалпы өсіп келе жатыр ма бұрынғыға қарағанда? Және де біздің өңірімізден, Ақтөбе облысынан келетін жалпы азамат-азаматшалардың саны қанша, ал сырттан келіп оқитындардың қайсысы басымырақ? Көбінесе енді Ақтөбе болғандықтан, көбінесе Ақтөбеден келеді. Ақтөбе өңірінен басым, осы жылы қабылдағанда Ақтөбеден 160-қа жуық үміткерлер, абитуриенттер, талапкерлер оқуға тапсыруға келді. Басқа өңірлерінде көп келеді. Біз осы институт, және де өздеріңіз айтыңыздар ғой, беделі жоғары институт болғандықтан көбісі ұшқыш болғысы келеді, әскери дәрігер болғысы келеді. Сондықтан үміткерлер бізде көп. Бір орынға, олайша айтқанда, орта есеппен 2-3 адамнан конкурс болады. Ал мемлекеттік гранттың бөліну деңгейі қандай? Әскери оқу орындарында, кез келген әскери оқу орындарында оқу тегін жүргізіледі. 100%. 100% тегін, жататын жері тегін, тамағы тегін, киімі тегін. Және демалысқа шыққан кезде, қысқы және жазғы демалыс деген болады. Сол кезде оларға әке-шешелері тұратын жерге жолына тегін ақша төленбейді, қағаз беріледі, сонымен барып вокзалдан тегін билет алып келеді. Керемет. Жалпы енді бір институтта қазір қос дипломды деген бір ұғымдар пайда болып жатыр. Жалпы бір институттан, сіздердің институттарыңыздан екі бір қос диплом алып шығу мүмкіндігі бар ма? Иә, бар. Ол әскери дәрігерлер де болады. Біздің әскери дәрігерлер бізге оқуға түскенімен бізде де оқиды әскери сабақтарды, және Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде, сол жерде де оқиды, медицина университетінде. Және олар сол жерден диплом алады, азаматтық, және бізден әскери диплом алып, 2 дипломмен кейін жұмысқа орналаса алады. Енді әскери қызметтегі жалпы институтқа түсу үшін белгілі бір талаптар болады. Емтиханнан өту керек деген секілді, жалпы тегін оқу болғанымен оған қойылатын талап та болады. Мысалы, 200-ге тарта жалпы үміткер келгенімен, оның ішіне сіздер іріктеп аласыздар, белгілі бір емтихандар өтеді деген секілді. Сол турасында ашып айтсақ, қандай емтихандар өтеді, қай уақытта? Мысалға, оқуға түсу военкомат дейді ғой, солар арқылы жүргізіледі, немесе ЕГОВ бағдарламасы арқылы, қазір бәрі цифровизация болып жатыр ғой, ЕГОВ бағдарламасы арқылы кез келген азамат, немесе азаматтың әке-шешесі институттың атына өтінім бере алады. Сөйтіп, ЕНТ тапсырады. ЕНТ-дан тапсырған кезде бейінді пәндер деген болады. Мысалы, ұшқыш, инженер, әскери, теңіз күштері мамандығына түсу үшін оларға физика және математика, әскери дәрігер болу үшін биология және химия кемінде 50 балл болу керек. Бейінді пәндер деген жаңағы физика, математика, биология, химия пәндерінен екеуінің біреуінен 7 балдан төмен болмау керек. 50 балдан асса, сөйтіп военкоматқа және бізге жіберген кезде біз арнайы тексеріс жүргіземіз. Сол құжаттарын бәрін алып, 15 шілде мен 30 шілде аралығында әскери институтқа келіп құжаттарын тапсырады. Сөйтіп 31 шілде күні әскери институтқа жаңа аэродром Ақтөбе дедік қой, Айбын дедік қой, сол жерге кіріп, сол жерде уже емтихандар басталады. Психологиялық тестілеу, дене дайындығы,
және қорытынды медициналық тексерістен өтеді. Әрбір етапқа үміткер бір-ақ рет қана мүмкіндігі бар. Психологиялық тестілеуден құлай ма, ары қарай келесі етапқа допускать етілмейді, кіре алмайды. Енді екеуміз жарыс сұрақ қойып жатырмық қой. Жалпы енді осы ұшқыштар саласы жалпы мамандығы мен үшін өте қызық. Себебі бұл жерде бір денсаулық аса бір маңызды секілді, өйткені кез келген адам әуеде жалпы белгілі бір қысым болатын секілді. Ол жерде кез келген ұшып кетуге жалпы сен дайын болу керексің. Осы тұста денсаулық қаншалықты маңызды? Жалпы енді өзімізде жалпы ғарышқа ұшқан доктор Әубәкіров ағаларымыздың берген сұхбатында білеміз, өте бір қатты бір тексерістен өтеді әуеге. Жаңағыдай ұшу үшін белгілі бір деңгейде тексерістен өткеннен кейін ғана мүмкіндік алады. Ал енді ұшқыштар да енді ғарышқа ұшпасақ та әуедегі бір тәртіпті сақтау үшін, сол бір жерде бір енді тізгіндей алу үшін сол бір жаңағыдай ұшақты денсаулық керек секілді. Осы тұста қандай талаптар қойылады? Иә, денсаулық әрине керек, әсіресе ұшқыштарға. Олар тек қана өздері ұшпайды ғой, қаншама адамдарды тасиды. Сондықтан ұшқыштардың денсаулығы өте қатаң тексеріледі. Басқа мамандықтарға қараған кезде, былайша айтқанда, бойы өте ұзын болса да, ол адам ұшқыш бола алмауы мүмкін. Өйткені самолеттің кабинасына, немесе тікұшақтың кабинасына сыймай қалуы мүмкін ғой. Сол секілді бүкіл денсаулығын, өкпесін, жүрегін, нагрузкадағы 12 мүшесін толық тексеріп, әскери дәрігерлер келедік, Астанадан қорғаныс министрлігімен бекітілген, олар келіп тексереді. Көзінің көрігін, мысалға мен өзім сол комиссия құрамының хатшысы болып келем. Көрген кезде, мысалы, орындыққа отырғызып, лор тексереді, айналдырады да түзу сызықпен жүру керек. Бұлай оңға, солға алып кетпеу керек. Өйткені ұшқан кезде де ол кез келген жағдайда, төтенше жағдайларда хладнокровный болу керек, дайын болу керек, сондықтан тексеру керек, салқынқанды болу керек. Енді жалпы бір өте керемет ақпарат болды деп ойлаймын, әріптес Данияр мырза. Енді уақытыңызды бөліп, бір әуенің бір ғарыш айлағымен таныстырғандай болдыңыз. Енді алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақытта тек сәттілік тілейміз. Курсанттарыңыз жалпы көп болуына тілектеспіз. Енді жалпы қазір әріптес күз мезгілі келді. Жаңадан бері екеуміз эфир басынан бері айтып жатырмыз, дәрумендердің жетпейтін уақыты, күзгі мезгіл болғаннан кейін тұмаудың өршейтін, жалпы бір иммунитеттің түсетін уақыты деп жатырмыз. Енді осындай уақытта қандай дәрумендерді ішкен дұрыс, қандай дәрумендерді шектеген дұрыс, жалпы дәрігерлердің кеңесі қандай? Келесі біздің тұрақты айдар бірінші уақыттан біле аласыздар. Ендеше құрметті көрермен, назарларыңыз экранда болсын.